Достар, Дәулеткерей туралы 6 дерек. Бірінші дерек. Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылы Орал облысының Орда ауданында ауқатты отбасында дүниеге келген. Ол көп саяхат жасап, өнер, рухани саладағы адамдармен кездесіп, жай халықтың тұрмысы мен өмірін зерттеген. Екінші дерек. Атақты музыка зерттеушісі академик Ахмет Жұбановтың айтуына қарағанда, Дәулеткерейдің туған жиені Науша Бөкейханов күйшінің 50 шақты күйін тартады екен. Дәулеткерей бала кезінде молдадан оқып мұсылманша хат таныған, Ресейде білім алған. Дәулеткерей орысша үйреніп, оқи да жаза алатын болған. Кішкентайынан ақ оқымысты бала атанған. Үшінші дерек. Дәулеткерей орыс және Европа музыкасымен жастайынан танысқан деген жорамал бар. Ол орыстың балалайкасында шебер ойнапты. Сондай-ақ гитара мен мандолинаны да тарта білген. 1861 жылы Қызылқұрт елінің билеушісі боп тағайындалған соң, бір жылдан кейін күй атасы Құрманғазымен кездескен. Төртінші дерек. Дәулеткерейдің халық тағдыры, елдің еркіндікке ұмтылу сезімін бейнелейтін Топан, Жігер атты күйлері, тақсырет көрген ержүрек адамның салмақты, салиқалы тебіреніс толғанысын бейнелейді. Жігер туралы Затаевич былай деп жазған: бұл күй дыбыстық мүмкіндігі аз домбыраның тар көмейіне сыймай тасып жатқан тереңде мол, көтеріңкі лептегі мән маңызы зор шығарма. Бесінші дерек. 1869 жылы қазақтың ұлы күйшісі Құрманғазы Сағырбайұлымен кездесуі Дәулеткерейдің шығармашылық өмірінде ұмытылмас кезең болды. Олар күй тілімен табысып, бір-біріне күйшілік өнерімен тікелей әсер етеді. Дәулеткерейдің көптеген күйлері халық арасында кеңінен тараған. Тартыс, ысқырма, қосалқа күйлері, Ақ желен, Ақ бала қыз, Көркем ханым, Қаражан ханым, Құдаша, Мұңды қыз, Жұмабике сияқты әйелдер бейнесін жасаған күйлері де бар. Алтыншы дерек. Замандастары мен шәкірттері қастерлеп бізге жеткізген Дәулеткерей күйлері Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік оркестрінің репертуарының алтын қорынан орын алды. Оның шығармаларындағы музыкалық тақырып жүйелері қазақ композиторларының опералары мен симфонияларында, концерттік пьесаларында алтын арқау болып, сан құбылыс тауып, құлпыра естіледі.